Вот аламен сіз көп байланысып, өзіңіз үздіксіз жүрген екен, адамда вибрация көтеріледі ғой. Адамның уже интуициясы ашыла береді, сезімталдығы ашылады да, уже сіз сезе бересіз. Аламен байланысу қажет адамдардың өзінде. Тіпті сіз мысалы үшін бала тәрбиесінде де осы аламен байланыстыру ең оңай жол. Қазір баланы тәрбиелеудің өзі қиын болып баратыр ғой. Қазір ақпараттық заманда білесіз, интернеттен басын ала алмайды, немесе қазір травма болып қалады, ойбай балаңа сөйлеме деген сияқты. Ол да қорқыныш болып қалғанда ата-аналарға. Сонда ең оңай жолы аламен байланыс қой деп сіз көп айтасыз да маған, мысалы үшін. Содан бір-екі мысал айтып жіберіңізші. Мен өзім бүгін өзім таныстырамын деп шешім шығарған тұғым, негізі соны таныстырып өтейін. Мен өзім жаңағы Шынар Дүйсенбайқызы психологпын деп айттым ғой. Одан бөлек жаңағы 5 баланың анасымын. 5 баланың анасымын, жаңа бір арғын елінің келінімін, Қоңыраттың қызымын, Шардараның қызымын, Алғи руынан болам. Ырыс бала сияқты мен де кейде бір айта салатын әдетім бар, айқайлап күле салатын әдетім бар. Мен бүйтіп сызылып отқанға постоянно майысып жүреді екен деп ойлап қалмаңыздар. Ондай майысатын жерінен негізі ұрыс деймін бе, андай қаттырақ айтатын. Кейде түсінбей жатады ұрыс баланы, қаттырақ айтып жатса, ұрысып жатыр деп ше, ол жаны ашып айтады деп білмеймін. Мен өзім ұрыс баланы 100% түсінемін, басқа адамдарды қайтам ше. Түсінбеген кездерінде болған шығар, енді оны кейінгі неде айта беремін, түсінбеген уақытымды. Түсінген уақытым қазіргі оның жасап жатқан қызметін, андай несіне қарап, барлық адамның қолынан келеді ғой деп андай аламын да. Ойлаймын да, айтайын дегенім жаңағы. Құдайдан сұраймыз ғой, негізі менің әкемнің әкесі иман болған. Менің әкем намаз оқымаса да, әкесі намаз оқып отқаннан кейін ба, Құдайдан сұрау, Алладан сұра, Аллаға айт, Алла білет деген нәрсені көп айтатында үйде ше. Жаңағы иманның қызы, иманның немересі ғой, жаңа үйдің үлкені болдым, үйдің үлкені болғаннан кейін ата-апаның қызы болдым. Сол кезде жаңағы атамыз намаз оқып отқанда, есімде кішкентай кезінде атамыз намаз оқығанда араласпай бір қосында, ана бүйтіп амандасып отқан кезде уже атам бітірейін деп жатыр намазын деп күтіп тұратын. Әр намазға отырып амандасатын уақытта сол келеді де қазір көзім алдына ше, атам баяғыда сөйтетін еді ғой деген нәрсе ше.